Саламатсыздар ма? Упражнение первое. Распредели правильно. Мына жерде бізде 4 үйшік берілген. Және 4 үйшікке тиісті астына сөздер берілген. Осы қай үйшікке қай сөз жататындығын біз табуымыз керек. Мен мына жерге бірінші домиктегі сөздерге тиісті сөздерді жазып қоямын. Біріншісіне живопись. Ары қарай. Краски. Ал екіншіге не тиісті екен? Екінші үйге. Сказка. Спектакль. Пантомима. Ал үшіншісіне не жатады, жазайық? Читатель. Поэт. Төртіншісіне не жатады? Төртінші домикке. Музыка. Жетіген. Композитор. Жатады. Келесі. Упражнение второе. Опиши Аленушку. Аленушканы сипатта. Бұл Васнецованың Аленушка деген картинасы, балалар. Және осы сұрақтарға жауап беру керек. Где находится Аленушка? Аленушка находится в лесу. Она грустит. О чем? Или о ком? Надо узнать. Она грустит о братце Иванушке. Она сидит и печалится. Эта картина вызывает мне настроение, печальное настроение. Мне грустно от того, что она не может найти братца Иванушка. Енді екінші және үшінші жаттығулар осы картинаға байланысты. Сондықтан мен екінші жаттығудың сұрақтарын, үшінші жаттығудың сұрақтарына бір-бірімен сәйкес келеді. Ал мына үшінші жаттығуда бізде план берілген. Осы план бойынша мәтін құрап жазамын. Сіздер де ойланып көріңіздер. Ал бастайық. Ал енді сұрақ қойып, осы сұрақтарға жауап берейік. Художник Васнецов изобразил на картине Аленушку. Васнецов атты художник өзінің картинасына Аленушканы көрсеткен. Ол көкшіл, қоңырқай, жасыл түстерді қолданған екен. Ағаштардың сол күнгі табиғатты бейнелеу үшін қара түсті, қошқылдау түстерді қолданған. Ал Аленушканың өзіне гүлді бар, гүлдері бар, юбка, сарафан кигізген екен. Она сидит в лесу у пруда. Ол орманның ішінде өзеннің қасында мұңайып отыр. На Аленушке надет сарафан, сидит босая с грязными ногами. Аленушканың үстінде сарафаны бар, аяғы жалаң аяқ. Және аяғы лас. Балалар, аяғы лас болғанның өзі, және оның аяқ киімінің болмағанның өзін, Аленушканың кедей екендігін, және ол інісі Иванушканы өте көп іздегендігін білдіреді. Балалар, есіңізге түсті ма? Ол Иванушканы не үшін іздеді?
Өйткені Иванушка Аленушканың айтқанын тыңдамай бір суды ішіп қойғаннан кейін ол кішкентай лаққа айналып кеткен екен. Соны ойлап, іздеп інісін, ол көпте мұңайып отырған сурет. Когда смотрю картину художника, чувствую всю боль девочки. Бұл суретке қарап, адамның ол қыздың мұңайып отқандығын біз байқадық, солай ма? Оның бар мұңын сездік. Хочется пожалеть, обнять и успокоить. Ана суретке қарап, біз оны өзіміз құшақтап, оған көмектескіміз, жәрдемдескіміз келіп кетеді, балалар. Сіздерде де солай ма? Қалай ойлайсыздар? Сіздер не қосар едіңіздер? Осы ертегі естеріңізге түсті ме? Ал енді ары қарай келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 4. Преобразуй. Мына жерде бізде житель города. Какой? Городской. Қаланың адамы. Енді қандай адам? Городской. Житель села. Ауылдың адамы. Какой? Сельский. Дом в селе. Какой? Дом в селе. Сельский. Дом в городе какой? Городской. Улица в селе какая? Городская. Сельская. Магазин в селе какой? Сельский. Площадь в городе какая? Городская. Почта в городе какая? Городская. Мына жерде нені түсіндіріп өтуіміз керек? Бұл жерде мына сұрақтардың қандай родта екендігін біліп тұрмыз. Мысалы, какой? Мужской род, және дом сельский. Яғни дом это мужской род. Сондықтан имя прилагательныйда мужской родта тұрады. Какой деген сұраққа жауап береді. Дом городской, улица женский род, сұрағы какая, жауабы сельская. Тура осылай қалғандарда болады. Түсінсек, келесі. Бұл жерде бізде жел, құс, робот, мысық, қоян, үйдің біз басқа адамға сөзбен емес, іспен, іс-қимылмен қалай білдіреміз, соны көрсетуіміз керек. Яғни, ветер, жел, біз даусымызды шығармай, қалай көрсетер едік? Яғни, қолымызбен шайқарайық, немесе ұшып баратқанымызды білдіретін едік. Сол сияқты басқаларын қалай сен қасындағы жолдас балаңа, немесе үйіндегі әпке інілеріңе көрсетіп көрші, ол сені түсіне ме, сенің көрсеткеніңді? Ал енді, как называется этот вид искусства? Соны тауып жазуымыз қажет. Этот вид искусства, яғни жест мимики, называется пантомима. Келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 6. Поделись своими впечатлениями. Өзіңнің ойларыңмен бөлісші, өзіңнің саған деген театр туралы ойыңды көрсет. Я помню свое первое впечатление от театра. Когда осы сөйлемді жалғастыруымыз қажет. Я помню свое первое впечатление, когда ходила вместе с мамой
мамаммен бірге бірінші рет барған кездегі менің көңіл күйім есімде. Қандай неде болған, настроениеде болған. После каждого посещения театра мы с мамой обсуждаем каждую деталь. Я всегда думаю, что театр – это произведение искусства. Деп жаздым. Келесі жаттығу. Запиши слово. Мына жерде сөздер қалдырылып кеткен екен. Сол сөздер қайсы жерде жазылу керек? Яғни көп нүктенің орнына сөздерді жазуымыз қажет. Спектакль – это интересное представление. Бірінші көп нүктенің орнына интересное деп жазамыз. Сцена – это место, на котором происходит представление. Место деп жаздық. Көрініп тұр ма? Зрители – люди, которые смотрят спектакль. Қойып шықтық, я? Спектакль дегеніміз бұл қызықты көрініс. Сцена дегеніміз не? Бұл қызықты көріністердің болып жатқан жері. Ал көрермен дегеніміз осы спектакльді көріп отырған адамдар. Келесі жаттығуға өтейік. Отгадай загадку, жұмбақты тап. У меня есть карандаш, разноцветная гуашь, акварель, палитра, кисть и бумаги плотный лист. А еще мольберт треножник, потому что я кто? Художник. Жауабы художник. Енді составь сложное предложение со словом художник по схеме. Мына схема бойынша художник сөзіне сөйлем құрамыз қажет. Ал енді сөйлем. Мой папа художник. Үтір, запятая, а мама работает в театре. Ал мамам театрде жұмыс жасайды деген жеңіл сөйлем құрап шықты. Түсіндік пе? Ал енді келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 9. Назови вид искусства. Балалар, мынау қандай өнердің түрі? Этот вид искусства называется танцами. Бұл би деген өнер түрі. Осы жерге біз и және но союздары арқылы сөйлем құрап жазуымыз қажет. Осы суреттерге қарайық, қандай сөйлем жазсақ болады. И және но арқылы. Міне мен құрап қойдым. Танцы бывают разные, и даже самые простые движения способны наполнить внутренний мир. Бидің түрі көп. Және ең оңай деген қимылдың өзі адамның ішкі дүниесін байытады. У танцев есть своя история, легенды и наряды. Әрбір бидің өзінің мағынасы, тарихы және соған арналған киімі болады. Я люблю танцевать, мен билегенді жақсы көремін. Но моя подруга Эля не любит этот вид искусства. Мен билегенді жақсы көремін. Бірақ менің Эля деген досым бұл мәдениетті ұнатпайды деп сөйлемдер құрастырып шықтым. Сіздер қандай құрадыңыздар? Ал енді
бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.